Тыңдарма балалар, ана тіл сабағымызды бастаймыз. 56-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Және оның мағынасы туралы түсінік айтып өтейік. Сөз бұл дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Мысалы, ата деген сөз, яғни дыбыстардан құралады. А, Т, А. 3 дыбыстан. Сонда бұл ата деген сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Ата деген ол қарт кісі, міне балалар, яғни сөз дыбыстардан құралады және сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Мысалы, оқулық деген сөзді де алсақ, ол оқулық, яғни біз білім аламыз. Бұл да бір сөздің мағынасын білдіріп тұр. Бірінші жаттығуға қараймыз. Мәтінді түсініп оқы. Жаман жолдас. Екі дос келе жатты. Алдарынан бір аю шығыпты. Бұлардың біреуі ауру екен. Екіншісі мықты жас жігіт еді. Ол аюды көрді. Содан соң бір биік ағаштың үстіне шығып кетті. Ауру жігіт өлген адамға ұқсап жата қалады. Аю қасына келіп, искелейді де жөніне кетеді. Аю құлағына не деп сыбырлады дейді жолдасы. Жолдасын тастап қашатын адаммен дос болма деді депті. Ыбырай Алтынсариннің әңгімесінен үзінді. Бұл әңгіме ме әлде ертегі ме? Балалар, кәнекей ойланып өз ойымызды айтайық. Және де мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді тап. Жаман сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөз ол жақсы, яғни жаман, жақсы деген сөз бір-біріне қарсы мағыналы сөздер. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдаршы, балалар. Мәтін бойынша, яғни жақсы жолдас жолдасын қиыншылық түскен кезде басына тастап кетеді ме? Екінші жаттығуға қараймыз. Бізге көп нүктенің орнына бағанның оң жағындағы сөздердің тестісін қойып жаз дейді. Яғни бағанның сол жағына қант, ал, бұрыш, қар, көмір, арша, шырша сөздері берілген. Ал бағанның оң жағында ақ, қара, ащы, тәтті, биік, аласа деген сөздер берілген. Енді осы оң баған жақтағы сөздерді көп нүктенің орнына қойып, сөздерді жазайық. Қант, тәтті, ал, бұрыш, ащы. Қар, ақ. Балалар, бәріміз білеміз қардың қандай түсте екенін, көмірдің қандай түсте екенін. Қар ақ, көмір қара. Арша биік, шырша аласа. Осылай балалар көп нүктенің орнына бағаның оң жағындағы тиісті сөздерді қойып, жаттығуды әдемі көркем етіп көшіріп жазайық. Үшінші жаттығуға қараймыз. Үшінші жаттығуда бізде суреттегі заттардың ішінен жемістер мен көкөністерді тауып себеттерге сал дейді. Бізге мысалы заттар, доп берілген, көкөніс, жемістер берілген. Енді осылардың ішіндегі жемістер мен көкөністерді ажыратып, қызыл себетке жемістерді, көк себетке көкөністерді теріп, тауып айтып көрейік. Яғни жемістер, бұл жерде балалар қандай жемісті көріп тұрмыз? Шие, және алма. Яғни бұл жемістер. Шие мен алма бұл жеміске жатады, және оның түсі қандай болады? Қызыл болады. Және көк алма болады, жасыл алма болады. Енді көкөністерге қараймыз. Қандай көкөністерді көріп тұрмыз? Қызанақ, қызанақ та қызыл түсті, сәбіз сарғылт қызыл түсті. Яғни балалар, жемістерге шие мен алма жатады, көкөністерге қызанақ пен сәбіз жатады. Және де түрі мен түсі жағынан салыстырып көр дейді. Енді бізде бұл жерде қарбыз бар,
Қарбыздың түсі қандай? Қарбыздың түсі жасыл, алма қызыл. Міне осылай түрі мен түсі жағынан біз жемістер мен көкөністерді балалар не істедік? Салыстырып көрдік. Төртінші жаттығуға қараймыз. Төртінші жаттығуда бізге мағынасы қарама-қарсы сөздерді жұптап жаз дейді. Ащы, қатты, жұмсақ, қиын, оңай, тәтті деген сөздер берілген. Енді осы сөздердің қарама-қарсы мағыналарын тауып, сөздерді көшіріп жазайық. Ащы, тәтті, қатты, жұмсақ, қиын, оңай. Міне, яғни мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді осылай балалар жұптап, әдемі көркем етіп көшіріп жазайық. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.